Өз өмірімнен жыр толғау. 1962-ның 1 қазанында Ақжаулының баурайында Қарабұлақ ауылында Роза деген анамнан мен туылдым. Мырзағали әкем аты Нүкібайдың ұрпағында. Елім деген, жерім деген азаматтар Қытайдан келген 62-ның күз айында қоныс қонған Мырзағали отауында бауырына басқан екен нәрестені ақсақал Мұқатайда. Нәрестеге Күлген деген ат қойып, арқалапты 10 жыл бойы еркелетіп. Бастауышта Қарабұлақтан білім алып, орта білім мектебіне аттандым. 13 жаста атам менің дүние салды, еркеліктің бәрі сонда жайына қалды. Партсъезден 6 сынып аяқталып, Мыңбұлақтың мектебіне ауыстым. Мыңбұлаққа ата-анам келген көшіп, 10 жылдықты аяқтадым бірге жүріп. Семей облыс өлкесіне білім іздеп орналастым сатушылық мектебіне. Сатушылық білімді жетілдіріп, қайтып келдім өзім өскен ауылыма. Ауылымда тағы бір жыл еңбек етіп, жасым келді 19-ға толықсып. Екінші бір өмірдің табалдырығын аттадым. Басқа тәрбие, басқа өмірге тап болдым. Сүйемін деп Ерболатқа жар болып, махаббаттың құдіретіне шаттандым. Өзің берген қуатыңмен келдім 60 аясына, ризамын бергеніңе, жаратушым жер бетіне. Көз қуаныш қыздарыңмен ұрпақ қылдың, ұлдарды да ғұмыр берші адамзатқа. Тілерім сол, я иншалла. Жолдасым Ерболат біз үйленгенде 23 жаста болды. Сол 4-ші фермада отау құрып, ата-енеменен, үлгі атамменен 1981-1988 жылдарға дейін 7 жыл бірге тұрып, 1988-1990 жылдары комсомол бригадасында жұмыс жасадық. 1994-2005 жылдары аралығында бизнеспен айналыстық. Сол бизнесті өзім жалғастырып келдім. Ерекең Аякөз өңірінің бизнеспен айналысқан ең алғашқы қарлығашы болды. Менің анам Ерекеңді кең маңдайының деп еркелетіп жүретін, маған арнап өлең шығаратын. Ең алғаш өлең хатынан оқиын. Гүлім дейін гүлге теңеп, ал қызыл боп жайнаған, күнім деймін күнге теңеп, аспанды от боп ойнаған, жаным деймін бір өзіңді іштей ғана қуанып, әлемдегі бар қуаныш бір өзің боп жүрегімде жайнаған. Жете алмай саған аяулым, армандап іштей ойлаймын, қонғандай болып бақ құсым, қиялға әсте тоймаймын, деп жазған өлең жолдары. Еготтан қатал болып көрінген менен жүрегі жұмсақ, қалжыңдай білетін мейірімді жан болды. Мен 35-ке 40-қа келгенде де өлең жолдарын онан өлең оқиын. Қысылып көмек сұрағанға көңілшек, уақыт таппайды демалуға еріншек, апыр-топыр ашуымен қайтуы, аты тастап айғыр мінген келіншек. Туған туыс алыс жақын бөлмейді, кемшілігін көріп тұрып көрмейді. Болып толып уақыты болғанда бәрін тізіп аянбай бір сөйлейді. Тірі екенін, бар екенін білгізеді, күйеуіне еркелігін жүргізеді. Шын ренжіп ашуланып отырсаң, көңілін аулап жігер беріп күлгізеді. Қонақ келсе барын жайып тастайды, өтірік өсек дегенде өлсе баспайды. Құдай берген дәулеті бар болса да, кеуделеніп артық асып таспайды. Осы өлеңді мейрамыңа арнаймын, шын шешілсең еш ақыннан қалмаймын. Зор денсаулық шат күлкімен жүрсең сен, жүзге келіп отырсам да жайнаймын. Ерекеңнің мен 40-қа келгенде жазған өлеңінен үзінді. Сен маған көрінесің болып күндей, жайлы да жылуы мол болып үйдей, кейде бір ашуланып жұлқынғанда, аязбен бораны бар болып түндей. Тәттінің тәттісің көңілденсең, түс көріп жатқандаймын өңімде мен. Таса болсаң елеңдеп іздеп жүрем, көз алдымда сен жүрсең көңілденем. Басымды ғашық қылып дуаладың, мидағы арам ойды қуаладың, балалардың бетіне шіркеу қылмай, берік ұста қармағыңды жұтыладың. Бүгін өздеріңізбенен бірге ұрпағымменен мерейтойдың 60-ын қарсы алып отырмын. Бір сәтке болса да Ерекең де өмірде естелік қосқым келді. Ерекең ортамыздан озғанына биыл 2022 жылдың қараша айының 20-сы күні 17 жыл болады. Мен 43 жаста едім. Ерекең өткенде ішімдегі дертімді қаламменен бөлісіп, соны өздеріңізге оқып өтейін.
Сен өткенде бұлдау жүрек, бөлінгенде екіге, мен тұрғанда сен өлмейсің деп жұбаттым көңілде. Қырбасынан нұрын төкші қаралы қаза жүрекке, 48-ге толдау жасың 14 күннің ішінде. Сүйген жүрек шырылдайды, басу айтсам қояр ма? Бір-екі ауыз жыр толғаумен сыр шертуге болар ма? Аласұрған жан дүнием бір өзіңді іздейді, ойлап тұрсам арт ұрпақ тіреу болып қалар ма? Жүрегімде сенің махаббатың, Ерболатым жарым менің, бір көруге зар болған сүйікті сенің жан жарың. Қош айтылып басым дейдім, асқар таудай арысым, жыртылардай сүйген жүрек, аяулы асыл жан жарым. Ерболатым сүйген жарым, қысқа өтті ғұмыры, дауасыз дерт махаббат жүрегімді сыздаттың. Сырласымда, мұңдасымда сүйгенімде өзің едің, жолдассыз қалып қапыда сенен айырылдым. Бой алдырып ақылымды дос еттім, әр күнді ойлап талаптанып қалмасын деп қанатым, үлкеннен ақыл, кішіден ізет іздеп, асу бермес асқар тау жоқ деп өзімді жұбаттым. Бірге өткізген 24 жыл азық болар деп сенем, өзіңнен қалған бес қарғаң жақсы азамат болар деп сенем. Туған туыс ағайынмен бауырласып жүрсем де, бір өзіңнің орның бөлек, неткен ауыр жарық дүнием. Тәтті өмір өте шығар, көзді ашып жұмғанша, тәттісің деп отыру үшін қаяу салмай жаныма. Сағынышпен күндер өтіп, айлар өтіп, жыл өтті, ойнап күлген жарық дүние көзден ғайып болды ма? Жүзім жарқын үшін күйіп, жаным тағат таппайды, толғандырып сүйген жүрек сыздатады жанымды. Неткен қиын жұртым түсін, елжіреген жүректі, ақтық сапар біткенше арман еткен бір болуды. Алла беріп қуатын арт ұрпақтың, сөнбесінші асыл жарым шырағың, асыл ұл асқар таудай аға болдың, аяулы әкеті адал жар бола білдің. Ерболатым сонау мекен болдау саған тұрақ болып, қырбасынан қаралы жүрекке шуақ төгіп, жаның жана диманың серік болып, күн нұрымен нұрлансыншы жатқан жерің бейіш болып. Тірі адамда тіршілік бітпейді. Кейінгі жылдарда балалар оқуды, студенттік өмірі, үйленуі, тұрмыс құруы, шаруашылығымен жүріп, 60-ты да қуып жетіппін. Құрметті балаларым, ұлы абай, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген өзімнің өткен өмірімде еңбек жолдарым бағаланды деп айта аламын. Ол менің ұрпағымның амандығы. Осы жерде отырған баршаңыздың маған дәнең құрметі. Ел ағаларыменен 2013 жылы елбасымен болған парыз конкурсына бардым. Егемендігімізге 20 жыл медалымен марапатталдым. Шамамның келгенше еліме де жеріме де ортама да еңбек еттім. Аллаға шүкір, Алла немерелерімді өсіріп жеткізуге қуат берсін деп сұраймын. Бүгінгі тойда демалып жақсы отырып, қуанышпенен жадырап өткізсеңіздер, мен өте қуанышты болар едім. Қош келдіңіздер. Ерекең де менің 60-қа келген тойымда болсыншы деп осы видеороликті қойып отырмын. Сіздерге алғысым шексіз. Той құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, инабатты, білімді, қайырымды, адал ұрпақ берсін. Амин. Құрметті асыл жұртым, құда жекжаттарым, ағайын бауырларым, әпке сіңілдерім, аға жеңгелерім, жезде күйеу балаларым, қыздарым, ұлдарым, келіндерім, құрбы құрдастарым, дос жарандарым, көршілерім, тойға жиналған жамағатым, бәріңізге шын жүректен сәлем бердім. 60 жас тойын тойлаймыз деп балалар үн қатқан соң, өз өмір тарихымнан кішігірім видеоролик жүргізуді жөн көрдім. Алладан туған жеріме инабатты, білімді ұрпақ бере гөр деп тілеймін. Бұл өмірде адамзат қонақ, уақыт өзен, өмір ұстаз, артында қалған балаларың ұрпағың, сол балаларға талабың биік болсын, шырағың сөнбесін деп батамды бердім. Балаларым, тойларың тойға ұлассын. Өмір өте береді, бірақ адамның салған жолы ұмытылмайды. Әке жүрегі таудан үлкен, ана жүрегі теңізден терең. Әр бала ата-анасыменен бақытты. Мен сендерге тілейтінім, бармақтай бақ берсін Аллахым. Амин. Тойымыз тойға ұласып, жақсы отырып, жақсы жүріп, билеп, тойлап, аман есен, осындай әрбір үйде бас қосылып, уағатты тойдан тойға ұласып жатуына тілектеспін.